Бұл шара пандемияға байланысты онлайн форматта өтті. Іс-шараның негізгі мақсаты ішкі істер органдары қызметкерлері арасында мемлекеттік тілдің мәртебесі мен маңызын арттыру, қолданысын кеңейту, мемлекеттік тілге, еліне, отанына деген құрметін арттыру, тілдік ортаны қалыптастыру және тіл мәдениетіне тәрбиелеу. 11 жылдан астам уақыт өткізіліп келе жатқан байқау тәрбиелік маңызы зор іс-шараға айналып отыр. Биылғы сайысқа облыстық көліктегі полиция департаменттерінен барлығы 17 команда қатысты. Әділ қазылар құрамында Білім және ғылым министрлігінің, Егемен Қазақстан газетінің, ішкі істер органдары ардагерлері кеңесінің өкілдері болды. Қорытындысы бойынша мынадай шешім қабылданды. Бас жүлде Нұр-Сұлтан қаласының полиция департаменті, бірінші орын Батыс Қазақстан облыстық полиция департаменті, екінші орын Алматы облысы полиция департаменті, екінші орын Қостанай облысының полиция департаменті. Ал үшінші орындарды Ақмола облысының полиция департаменті, көліктегі полиция департаменті, Түркістан облысы полиция департаменті бөліп алды. Жүлделі орындардан бөлек 4 номинацияны көрермен көзайымы Қарағанды облыстық полиция департаменті, тілі басқа тілегі бір Плындин Илья Александрович Шығыс Қазақстан облысынан, өнерлі команда номинациясы Ақтөбе облысының полиция департаменті, көркем сөз шебері номинациясы бойынша Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті жүлдені иеленді.